Сәлем достар, сіздермен бірге Жанар. Бүгін сіздерге осындай өте керемет болып шығатын және де өте дәмді шоколадты панкейктің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен жұмыртқа мен қант екеуін араластырып алдық. Кейін осындай айранымызға содамызды салып араластырамыз. Менде кішкене ашыған айран, соның үстіне соданы қостым. Менде қатты көтеріледі. Ашыған айранмен ештен кетпейді, мен тастамай осылай сақтап қоям. И соңында панкейки жасап жіберемін сол айраннан. Кейін сұйық майды қосып араластырамыз. Және де осы айранды, кішкене көтерілген айранды қосып, тағы да бір араластырамыз. Соңында құрғақ заттарымызды араластырамыз, ұнымызды қосамыз, ұнымызды екіге бөліп, бір араластырып алып, екінші бөлігін қосамыз, одан кейін қамыр қопсытқышымызды салып, тағы да араластырамыз. Міне бізде осындай сұйықтау қамыр шығады. Енді панкейктарды пісіреміз. Қызып тұрған табамызға осылай бір қасықтан панкейктарымызды құйып шығамыз. Табамызға ешқандай май құймаймыз, тек қана қыздырып аламыз. Кейін осындай вареный сгущенка болса, немесе шоколадты паста болса, осылай ортасына құйып, кейін тағы да кішкене қамырмен жабамыз және де астын пісіреміз. Осы кезде, пісіріп жатқан кезде астын баяу отқа қойып қоямыз. Қатты отта тұрса, ол асты қатты қызарып кетеді де, іші піспей қалады. Сол себепті баяу отта пісіреміз. Панкейктардың ортасына шоколадты паста қоссаңыздар өте керемет болады. Менде шоколадты паста болмағаннан кейін мен осылай вареный сгущенкамен жасай бердім. Егер де сіздерде болмаса, онда осылай вареный сгущенкамен де жасай беруге болады. Панкейктарды орташа немесе баяу отта пісіреміз, қатты күйіп кетпейтіндей. Беттеріне кішкене тесіктер пайда болған кезде осылай екінші бетін ауыстырамыз. Және де екі бетін екі реттен пісіреміз. Бір бетін тағы қызартамыз, кейін қызарған бетін қайтадан қойып, солай беті қып-қызыл болғанша екі рет пісіреміз. Міне көрдіңіздер ғой, мен піскен бетін тағы да осылай айналдырып қайта пісіріп жатырмын. Осылай толықтай қызартып, ортасы толықтай піскенше осылай пісіріп аламын. Міне біздің панкейктарымыз дайын болды. Видеоны лайк пен комментария жазып кетіңіздер. Және де ең бастысы тіркелуді ұмытпаңыздар.